Сәлем достар! Бүгін біз суда өмір сүретін ең таңғажайып тіршілік иелерін зерттейміз. Біз олардың сыртқы түрін, қалай тамақтанатын және теңізде қалай өмір сүретінін білетін боламыз. Өмір сүріп жатқан әлем туралы көбірек білуіміз біз үшін өте маңызды. Сондықтан бұл арнаны біз балалар сендер үшін арнайы жасадық. Ендеше бастайық. Дельфин ақылды және мейірімді сүтқоректілер. Дельфиндер бір-бірімен әртүрлі дыбыстар арқылы байланысады. Бұл дыбыстық сигналдар өте жоғары ультрадыбыстық жиіліктерде шығарылады. Оны адам ести алмайды. Енді менімен қайталаңдаршы. Дельфин. Жарайсыңдар. Ал енді теңіз тасбақаларымен танысайық. Достар, теңіз тасбақалары 150 жылға дейін өмір сүретінін білесіңдер ме? Сонымен қатар, теңіз тасбақалары мұхитта жүзе алатын санаулы жануарлардың бірі. Теңіз тасбақалары өсімдіктермен және әртүрлі ұсақ теңіз жануарларымен қоректенеді. Сондай-ақ олардың қатты өсімдіктерді тістеуге көмектесетін өте күшті жақтары бар. Енді қайталаймыз. Тасбақа. Енді балықтармен танысайық. Балықтар біздің планетамыз үшін өте маңызды жануарлар. Олар суда өмір сүреді, көптеген басқа жануарлардың қорегі болып табылады. Балықтар судағы оттегімен тыныс алады және оны алу үшін желбезектерін пайдаланады. Сонымен қатар, балықтар әртүрлі түстер мен өлшемдерде болуы мүмкін және олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар. Қане балақайлар, балық сөзін қайталайықшы. Балық. Балық. Керемет. Акулалар өте үлкен және күшті балықтар. Олар тез жүзіп, басқа балықтарды аулай алады. Акуланың көру қабілеті нашар болғанымен, иіс сезу қабілеті өте жақсы жетілген. Олар судың майда дірілін бүйір сызығы арқылы сезе алады. Жемін осы екі қасиетінің арқасында аулайды. Енді менімен қайталаңдар. Акула. Акула. Жақсы. Медузалар мұхит суларында жүзетін өте әдемі және жеңіл жануарлар. Олардың денесі мөлдір болып келеді. Және медузалардың қараңғыда жарқырайтын ұзын қармауыштары бар. Медуза қармауыштарын балықтарды аулауға және жаулардан қорғану үшін қолданады. Олар ешкімге зиян тигізбейді. Бірақ адам оған қолын тигізсе, қолы ауырып қалуы мүмкін. Жаңа сөзімізді қайталаймыз. Медуза. Жарайсыңдар. Теңіз шаяны. Теңіз шаяндары суда өмір сүретін аяқтары көп, сауыты бар жануарлар. Бұл сауыт шаяндардың денелерін қорғауға көмектеседі. Шаяндар тұратын жеріне байланысты түсін өзгерте алады. Балалар, жаңа сөзді жаттап алыңдаршы. Теңіз шаяны. Теңіз шаяны. Дұрыс. Сендердің естерінде қалатынына сенімдімін. Достар, бүгін біз теңіз жануарлары туралы көптеген қызықты нәрселер білдік. Біздің басқа да бейнероликтерімізді жіберіп алмау үшін парақшамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.